өз ағаларының қолынан мадияндық саудагерлерге сатылып кеткен Жүсіп, Мысыр перғауынның бас уәзірі Потифардың үйіне апарылған еді. Бүгінгі үзіндіде жаратқан ие өзі жар болғандықтан, Жүсіптің қайысы де сәтті бола кететін делінген. Бұл енді тез арада Жүсіп құлдықтан босай алатындай естіледі. Алайда біраз күндер өтсе де, Жүсіп әлі құл боп жүрді. Потифардың үйіндегі басқа құлдар сияқты, Потифардың бұйрығына сай қызмет етіп жүрді. Потифарға Жүсіп қатты ұнады. Себебі Жүсіп адал еңбек етіп, жұмысын жақсы атқарғандықтан еді. Бір жұмыс тапсырса, тағы бір жұмыс тапсырса, оның қолы тиген заттың бәрінің ыңғайын келтіретін еді. Соған көзі жеткен Потифар Жүсіпті өз үйінің басқарушысы етіп қойды. Менің үйімдегі барлық елдігім Жүсіпке бола екен. Жаратқан ие Жүсіпті жарылқап, батасын бізге қондыруда деп ойлады Потифар. Жаратқан иенің Жүсіпті жарылқауы, оның жағдайын өзгерту, немесе құлдықтан босатуы емес, қайта Жүсіппен бірге болған адамдардың да Құдайдың батасына ие болуы еді. Алайда Жүсіпке тағы басқа қиыншылық келді. Жүсіп жұмысын жақсы істеді, әрі келбетті жігіт болатын. Бір күні Потифардың әйелі Жүсіптің шапанының етегінен ұстай алып, оны азғырмақшы болды. Жүсіп шапанын тастай сала, сыртқа қашып шықты. Потифардың әйелі қатты ашуланып, айқайлап, Жүсіпке жала жапты. Ағалары шешіп алған шапандай, Жүсіптің шапаны осы жолы да Потифардың әйелінің жалған куәлігі болды. Еш күнә жасамаған Жүсіп осы оқиғаға бола түрмеге қамалды. Құл болған Жүсіпті дереу өлім жазасына кеспегенін көргенде, мүмкін Потифар да Жүсіптің күнә жасамағанын білген шығар. Сонда түрмеде отырған Жүсіп өзіне қаншама жала жабылғанын сезінді екен. Әйтсе де Жүсіп наразылық білдірмеді. Жаратылыстың басталуы 39 тарау Жүсіптің түрмеде отырған кездегі әңгімесін айтады. Түрме адамдардың өмір сүруіне өте қиын жағдай. Бірақ жаратқан ие Жүсіпке жар болып, оған рақымын төгіп, Жүсіп сол жерде де әділ өмір сүрді. Сонда Потифар сияқты түрме бастығы Жүсіпке түрмедегі әр түрлі істерді басқаруды тапсырды. Балалар, Жүсіптің бала кезінде көрген түсі барлық адамдардың оның алдында бас иіп, тағзым етуі болған. Бүгінгі сөз Жүсіптің Мысырға сатылып кеткен соң, оның барған әрбір жерінде ол арқылы басқа адамдар да Құдайдың батасына ие болғанын көрсетеді. Сонда біздің қандай нәрсені армандауымыз жақсы болар еді? Басқалар маған бас иіп тағзым ететін арман? Немесе менің барған әрбір жерімде Құдай рақымын төгетін арман? Бұлардың қайсысы? Осы апта бойы бұлай деп дұға етейік. Исаға сенуші біз, өзіміз ғана батаға ие болу емес, біз барған әрбір жерлерде бата, алғыс, қуанышты жеткізетін өмір сүрейік деп.